Биыл жаңағы ғалымдар олардың жылдық жиналысы болып тұруда ғалымдар үлкен мәселе көтерді. 25 академик болып бір жылдан бері биліктен жауап алған. Бұл бір. Бұрын жаңағы ғалымдар академиясының жылдық баяндамасын тыңдамай, бюджет қабылдамайды. Қазір ол бюджет қабылдамауында өз ғалымдарының сөзін тыңдамайтын жағдай жеткен. Сондықтан өз ғалымның тыңдамаған дейді, өзгенің қызметшісі дайындап дейді. Сондықтан бірінші нәтижеде ғалымдар академиясының жылдық баяндамасын бюджеттен бұрын тыңдап, бюджетті соған қарай қарастырсын дейді. Бірінші. Екінші. Мына Нұр Отан партиясын халық көп дауыспен сайлап, парламентке шешімге жетіп, депутаттардың өздері тұрады. Ал енді сол депутаттарға бүкіл билікті берген халық оларға құдайға келеді. Сондықтан халықтың ішіне жинады, ішкі мәселе шығармайды. Бұған айтқанда бір айдан бері Қызылжардың дауысында сол Қызылжарды парламенттің ішіне шешті деген екінші резолюция. Үшінші резолюция мына Саркиннің жаңа айтып өте жақсы. Одан кейін Алматбек ақылдасты дейді ғой. Үкіметтік емес ұйымдар халық пен биліктің арасында тәжірибе бар. Сондықтан әркім өз функциясына да істеу керек. Сондықтан жаңағы Саркиннің тіл мәселесі өтті. Саркиннің айтады, оны жаңа оразалы еді. Әрбір жаңағы белсенді азамат, қоғамның белсенді азаматы ғой. Өз негізінде баласын қазақ баласына жерде тіл үйренудің ең оңайы болды. Сондықтан резолюцияны оқып қойған. Үш мәселе. Olumsuzlukların dayandığı zamanında karşılaştırıldı. Sol kanunun zamanı boyunca Amerikalıların cazasızlıktan haklar olunca çoğunluğu söylediğim olanlık eğitim vermesinde karar ve insanlık eğitim var. Söylediğim varlık eğitim orada vermesinde karar